Ассалаумағалейкум хаммеге. Бүгінгі видеомызда 2025 жылы 25 январ күні милли сертификат экзаменлерінде түскен 41, 42 һәм 43 сұраулар, яғни жазба жұмыс сұрауларын сіздермен біргелікте анализ қыламыз. Видеоны ақырына шейін көруді маслихат беремін. Себебі ең ақырғы 43 сұрау осы жазба жұмыс сұрауларының ішінде ең құрамалысы есептелінеді. Так болмаса 41-ші мәселеден баслаймыз. Так, X катион плюс 1 оксидлену дәрежесіне ие болған 0,348 грамм сульфид тұзы 100 мл калий дихромат ерітпесіменен кислоталы орталықта қалдықсыз реакцияға кірісті деп жатыр. Енді осы жерде реакцияны жазып аламыз. X катион деп жатырды, плюс 1 оксидлену дәрежесіне ие болған сульфид тұзы. Оның формуласы X2SO3 болады. Енді сол калий дихромат ерітпесіменен кислоталы орталықта қалдықсыз реакцияға кірісті деп жатыр. Енді бұған калий дихромат қосамыз. Калий 2 хром 2 O7. Кислоталы орталық болатын болса сульфат кислота қатынасады. H2SO4. Сөйтіп бұдан пайда болады калий сульфат, хромның 3 валентлі сульфаты, X белгісіз катионның сульфаты пайда болады, плюс су пайда болады. Енді мына жерде сульфид тұзының массасы берілген 0,348 грамм, төбесіне жазып қоямыз. 348 грамм. 100 мл калий дихромат ерітпесімен кислоталы орталықтағы калий дихроматтың көлемі берілген. Енді ізін оқып көреміз. Алынған хромлы тұз деп атапты. Яғни мына реакцияда пайда болған хромлы тұз бұл хром сульфат. Осы хром сульфат калий гидроксидпенен водород пероксидпенен қалдықсыз реакцияға кірісті деп атыр. Һәм сол реакцияда калий хромат пайда болған. Енді реакциясын жазып аламыз. Хром сульфат калий гидроксид һәм водород пероксидпенен реакцияға кіріскен қалдықсыз деп отыр. Яғни дәслепкі заттардан толық сарқыланып кеткен болады. Енді мына жерде пайда болған тұзы беріп қойыпты біздерге, калий хромат пайда болған. Плюс және бұдан басқа заттар пайда болады. Енді және заттар пайда болған тауымыз үшін мына дәслепкі заттарға ітібар беруіміз керек болады. Дәслепкі заттардан қайсы бірі оксидлеуші, қайсы бірі қалпына келтіруші. Соны тауып алуымыз керек. Енді азы мына хромға қарайтын болсақ, хромның оксидлену дәрежесі плюс 3, ол мынаяққа өткенде плюс 6-ға өзгерген. Яғни хромның оксидлену дәрежесі плюс 3-тен плюс 6-ға артқан болса, бұл қалпына келтіруші болады. Яғни мынау қалпына келтіруші, ал водород пероксид болса, оксидлеуші. Оксидлеушінің оксидлену дәрежесі кемеуі керек. Яғни мына жерде кислородтың оксидлену дәрежесі минус 1, ол минус 2-ге кемейіп, мынаяқта суды пайда етеді. H2O. Плюс және калий сульфат пайда болады. Калий сульфат. Енді ізін оқимыз қайттан. Алынған хромлы тұзға деп атырды. Яғни және мінерде хромлы тұз пайда болған, калий хромат. Сол хромлы тұзға водород хлорид тәсір еттірілді деп атыр. Енді соған водород хлорид тәсір еттіреміз. Калий хромат қосамыз, водород хлорид. Бұдан калий хлорид пайда болады. Хромның 3 валентлі хлориді пайда болады. Һәм хлор 2 плюс су пайда болады. Тәсір еттірілгенде 60 мл 124-65 килопаскаль басым һәм 27 градуста газ ажыралды деп жатыр. Бұл ажыралған газ хлор газы болады. Хлор газының көлемі, басымы, температурасы берілген. Так, енді сұрауларын оқып көреміз. Бірінші сұрауда айтылған бәрше оксидлену қалпына келу реакцияларына жазып теңестіріңіз деп жатыр. Реакциялар жазып болдық, енді оларды теңдеп шығуымыз керек. Так, бұларды оксидлену қалпына келуге қойып, электрон баланс ұсынында теңестіресіздер. Азы мен мына жерге коэффициенттерін қойып теңдеп кетемін. Бірақ жазба жұмыс істеген уақытта, сол тесттің уақытында істеген кезіңізде
бәрі мына жазған затларыңызды теңестіргеніңізді қайтып теңлегендеріңізді hammasini to'liq ko'rsatib beruіңіз керек. Соған қарап балл қойылады жазба жұмыста. Енді мына жерде видео созылып кетпеу үшін мен тез-тез қысқартып теңлеп кетемін. Мына жерге 3 түседі, мына жерге 1 түседі, 1, мына жерге де 1, мына жаққа 3, 3, 6, 7, 4, мына жаққа 4 түседі, 1, 3, 2, 3, 6, 10, мына жерге 8 түседі. Так, мына жаққа 2, 4, 2, 2, 16, 8. Міне теңлеп алдық. Енді екінші сұрақта айтылып жатыр, X катионды анықлаң деп жатыр. Яғни мына жерде қайсы катион бар екенін табуымыз керек. Бұны табу үшін мына тұздың молекуляр массасын табуымыз керек. Бұны мына жақтағы хлор арқылы табамыз. Азыр мына жерде хлор газының көлемі, басымы, температурасы берілген. Сол үшеу арқылы азыр хлордың молін тауып аламыз формулаға қойып. Мына формулаға қоямыз. РТ. Басым 124,65 килопаскаль, көлем 60 миллилитр, оны литрға айландырсақ 0,06 литр болады. Рміз 831, температура 300 Кельвин. Енді мына жерде қысқартырамыз мына екеуін. Қысқартсақ 15-ке 1 болады. Одан кейін 15 пен 300-дан қысқартып жібереміз, 20-ға 1 болады. 0,06-ны 20-ға бөлсек 0,003 моль хлор болады. Соны енді хлордың төбесіне әкеп қоямыз. Хлор газымыз 0,003 моль болды. Енді сол арқылы калий хроматтың молін тауып аламыз. Бұның молі 0,0. Нерде қате теңестіріп кеткен екенбіз ғой. Мына жерге 2 емес, мына жерге 3 түсу керек. 3, мына жаққа да 3 түседі. Мынадан 0,02 шығады. Енді бұны мынаған әкеп қоямыз енді. 0,002 моль. Одан мынаны табамыз. Хром сульфатты. Бұның молі 0,001 моль болады. Оны мынаға әкеп қоямыз. Содан енді мына тұздың молекуляр массасын тауып алсақ болады. Енді астындағыларын өшіріп тастаймын, мешет бермеу үшін. Пропорцияға алатын болсақ, мынаменен бұл жерден 348 шығады. Енді ол 348 деген мына тұздың 3 молекуласының молекуляр массасы болады. Енді бізге оның 1 молекуласы керек. Оның үшін жаңағы 348-ді 3-ке бөліп жібереміз. Сонда 116 шығады. Бұл 116 X2 SO3-тің молекуляр массасы болады. Одан SO3-ті алып тастаймыз. Енді 116-дан SO3 80 болады. Алсақ 36 шығады. Енді 36 ол 2 дана X-тің молекуляр массасы. Оны 2-ке бөлсек 18 шығады. Бұл аммоний катионына тура келеді. Оксидлену дәрежесі +1, молекуляр массасы 18. Демек, катионымыз аммоний катионы болады екен. NH4+. Енді үшінші сұрауда дәслепкі калий дихромат һәм сульфат кислоталардың моляр концентрацияларын анықлаңды. Мына жерде калий дихромат һәм сульфат кислоталардың моляр концентрациясын сұрап жатыр. Бұл моляр концентрациясын табу үшін мына формулаға қойсақ болады. С тең N бөлінген В. Сол формула арқылы моляр концентрациясын табамыз. Бізде көлем берілген міне 100 мл. Тек мольларын тауып, көлеміне бөліп жіберсек, моляр концентрациясы келіп шығады. Екеуінің мольларын табамыз. Калий дихроматтың молі 0,001, сульфат кислотаныкі болса 0,004 болады. Енді формулаға қоямыз соны. Сонда С тең калий дихроматтың молі 0,001 болды. Көлем мына жерде 100 мл деп атыпты бізге. Мына формулаға қойғанда литрда қойылу керек. 100 мл-ні литрға айландырсақ 0,1 литр болады. 0,1 литр. Бөліп жіберсек 0,01 моль литр
Калий 2, хром 2, О7 болады. Сульфат кислотаны сөйтіп табамыз. Сульфат кислотаның молі 0,004 мол еді. Оны 0,1 литрға бөлсек, 0,04 мол литр сульфат кислотаның моляр концентрациясы болады. Так, 3-тің жауабы 0,001, 0,04 болады екен. Енді 4-ші сұрау. Ақырғы ертпеде қалған калийлі тұзлардың массасын анықтаңыз деп отыр. Енді ертпеде қалған деген кеті бар бересіз мына жерде. Бірінші реакцияда ертпеде қалған калийлі тұз бұл калий сульфат. Екінші реакцияда қалған калийлі тұзымыз олам калий сульфат. Мына жерде қараң калий хромат пайда болып отыр, бірақ бұл ертпеде қалмайды. Себебі ол үшінші реакцияда водород хлоридпен реакцияға кірісіп кетіп жатыр, сарқыланып кетеді мынау. Ертпеде қалмайды. Сөйтіп үшінші реакцияда қайттан мына жерде калий хлорид пайда болып жатыр. Демек, ертпеде қалған тұзлар калий сульфат һәм калий хлорид. Солардың граммларын тауып қосуымыз керек. Енді мына екеуі бір тұз болған үшін бұлардың молларын тауып, ақырында граммға айландырып жібереміз. Мынаның молі 0,001 болады, мына калий сульфаттікі 0,003 болады. Екеуінің молін қоссақ 0,04 мол болады. Так, сонда 0,04 мольді калий сульфаттың емерін көбейтірсек, 0,174-ке. Так, 0,004 көбейтіреміз. 174-ке 0,696 грамм болады. Бұл калий сульфаттың массасы. Енді калий хлоридтің массасын табуымыз керек. Так, бұның массасы мынау арқылы тауып жіберсек болады. Астына молекуляр массасын жазамыз. 74-те 5 көбейтірсек 4-ке 298 болады екен асты. 298 пропорция қылсақ 0,298 грамм болады. Енді калий сульфатпенен соның массасын қосып жіберсек, калийлі тұзлардың ұлыма массасы келіп шығады. Сонда 0,696 қосылған 0,298 тең болады. 0,298 0,994 грамм болады екен. Бұл ертпеде қалған калийлі тұзлардың массасы болады. Так, 0,994 грамм. Енді 5-ші сұрауда ақырғы реакциядағы қатты қалдыққа моль муғдарда калий гидроксид тәсір етілгенде неше грамм тұз пайда болады деп отыр. Енді ақырғы реакциядағы қалған қатты қалдық бұл калий хлорид һәм хром хлорид. Осыларға калий гидроксид қосылып жатыр. Калий гидроксид мына калий хлоридпен реакцияға кіріспейді, себебі екеуінің катионлары бірдей. Калий гидроксид мына хром хлоридпен реакцияға кірісіп кетеді. Так, реакциясын жазамыз. Хром хлоридқа қосылып жатыр калий гидроксид. Енді бұл жерде қараң. Мына жерде жақсылап ітібар беруіміз керек, себебі шәртінде айтылып жатыр моль муғдарда калий гидроксид тәсір еттірілді деп отыр. Яғни мына калий гидроксид көп муғдарда алынған, көп муғдарда алатын болсақ, калий гидроксид ауысып қалады. Енді бұл жерде қараң. Бірінші басқышта пайда болады, бірінші реакцияда калий хлоридпенен хромның 3 валентлі гидроксиді пайда болады. Мұнау көп муғдарда алынды деп айтамыз. Яғни ауысып қалады мұнау, ауысып қалған калий гидроксидпенен мына жақтағы пайда болған хром 3 валентлі гидроксид екеуі өзара реакцияға кірісіп кетеді. Себебі мына хром 3 гидроксид бұл амфотер гидроксид. Так, сонда екеуі реакцияға кірісіп бұл жерде комплекс тұз пайда болады. 6 еселенген комплекс тұз. Енді бізден сол тұздың массасын сұрап жатыр. Бұның массасын мына хром хлорид арқылы табамыз. Мына жақтан бірінші хром хлоридтің молін тауып аламыз. 0,002 мол болады. Оны енді мына жаққа әкеп қойып, мына гидроксидтің молін табамыз. 0,02. Оны мынаған қоямыз.
Мынаның молекуляр массасы 270,1 болады. Пропорцияға алатын болсақ, 0,542 грамм болады. Бұл ақырғы басқышта пайда болған тұздың массасы болады. 0,542 грамм. Әне, 41-ші есаптың анализінен болдық. Сондай қылып шығарылу керек енді. Енді 42-ші сұрауға өтеміз. 42-ші сұрау бұл реакциялар. Бізде 6 реакция берілген, міне 6 реакциядан соң пайда болған затылардың жазып шығуымыз керек. Бірінші реакцияда крекинг берілген бізге, міне. Крекингде 5 түрлі өнімлер пайда болған. Бірінші өнім берілген, екінші өнім тауымыз керек. Өзі крекинг болған уақытта 2 түрлі өнім пайда болғанда, біреуі алкан, біреуі алкен. Енді соларға ізбез тауып шығуымыз керек. Бірінші реакцияда метан пайда болған. Ол метан қай жерден пайда болуы мүмкін? Метан пайда болу үшін ең шеттен үзілу керек. Яғни өз қараңыз, крекинг қылатын болсақ, углерод пен углеродтың арасында байланысты үзуіміз керек. Мына жерде метан пайда болу үшін мына жерден үзсек болады. Ямаса мына жерден үзсеген болады. Өзі есапқа қараймыз, мына жерде бірінші менен екінші реакцияда екеуінде де метан пайда болған. Демек, содан біліп алсаңыз болады. Һәм мына жерден үзілген. Мына жерден үзілген уақытымызда мына жағынан метан пайда болады, мына жағынан болса алкен пайда болады. Енді сол жерде механизмге ітібар беруіміз керек. Мына жерден үзілген уақытымызда мына жағынан алкен пайда болады. Алкен пайда болу үшін қараң. Үзілген жердегі мына углеродтан, кейінгі углеродтан, яғни мына углеродтан бір водород мынаған көшіп барады. Яғни үземіз, үзілген жердегі углеродтан кейінгі углерод. Содан бір водород мына тәріптегі алкан пайда болатын тәріптегі углеродқа қосылады. Сонда мынаған бір водород көшіп барса, SH4-ке айланады. Сөйтіп, мынау болса SH болып қалады. Енді соны жазамыз қазір. Тұрысына жазып аламыз бірінші. SH2 SH болып қалады, мұны бір водород кеткеннен кейін. Және SH3 үзілген жерде, сол үзілген углеродтан мыняққа қос байланыс пайда болады. Мына жерде қос байланыс пайда болады. Демек, бұл жерде пайда болған алкеніміз 3 метил бутен болады екен. Енді екіншісінде де метан пайда болу керек. Метан пайда болу үшін енді мына жерден үземіз. Мыналар өшіріп тұрайық. Мына жерден үзілген уақытымызда тап жаңағы механизм бойынша үзілген жердегі кейінгі углерод мына углеродтан бір водород мынаған көшіп барады. Сонда мынау SH4-ке айланады. Ал бізде қалатұғын зат SH3, SH2, мынау SH-қа айланады. Және SH, мына SH3-ті болса ұзын үзбекке өткеріп жібереміз. SH3. Бізде үзілген углерод мына углерод, сол углеродтан кейін қос байланыс пайда болады. Мына жерде қос байланыс пайда болады. Демек, екінші өніміміз пентен 2 болады екен. Енді үшіншісіне қараймыз. Үшіншісінде этан пайда болу керек. Этан пайда болу үшін қараң, мына жерден үзсек болады. Мына жерден үзілген уақытта мына тәрептен этан, мына тәрептен алкен пайда болады. Тап жаңағы механизм бойынша мына углеродтан бір водород мынаған көшіп барады. Сонда мынау SH3 этан пайда болады. Мынаның өзі болса алкенді пайда етеді. Бұл алкен SH2, мынау SH еді, бір водород көшіп барғаннан кейін С болып қалады бұл. SH3. Үзілген жерден қос байланыс пайда болады. Демек, пайда болған алкеніміз 2 метил пропен екен. Енді кейінгісі төртінші реакция, бұда қараң, этилен пайда болу керек. Енді этилен пайда болу үшін мына жерден үзсек болады қайттан. Бірақ мына жерден үзген уақытымызда енді мына тәрептен алкан емес,
алкен пайда болады. Мына жағынан алкен, мына жағынан алкан пайда етеміз. Енді мына жақтан алкен пайда ететін болсақ, үзілген жердегі углеродтан кейінгі мына углеродтан бір водород мына жаққа көшіреміз. Сонда мынау SH2 SH3-ге айланып, бұл жерде алканды пайда етеді. Бұны мына жаққа жазамын. SH3 SH3 Демек, пайда болған алканымыз 2 метил пропан болады екен. Так, енді ақырғысында пропен пайда болу керек. Бұл пропен пайда болу үшін мына жерден үзсек болады. Мына жерден үзген уақытымызда мына жағынан пропен пайда етіп жібереміз, мына жағынан алкан пайда етіп жібереміз. Үзілгеннен кейінгі мына углеродтан бір водородты мына жаққа көшіретін болсақ, сонда мына SH-ымыз SH2-ге айланады. Оның екі тарапында SH3 бар. SH3. Пайда болған затымыз бұл пропан екен. Міне сондай болу керек еді. Енді екінші реакция. Екінші реакцияда хлор этанға натрий гидроксидтің сулы ертпесі қосылып жатырды. Бұл жерде мына гидроксид OH пенен мына хлор екеуі орын алмасады. Сонда бұл жерде пайда болады C2H5OH плюс натрий хлорид. Енді кейінгі реакцияда анилинге бромлы су қосылып жатырды. Бромлы су, яғни 3 молекула бром қосылады бұған. Бұл бром орто параға барады, яғни мына жерге барады, мына жерге барады, һәм мына жерге барады. Сонда бұл жерде пайда болады зат NH2 2 4 6 трибром анилин плюс водород бромид пайда болады. Енді төртінші реакция. Төртінші реакцияда этанол сульфат кислота қатынасында 140 градустан жоғары температурада қыздырылып жатырды. Бұндай жағдайда бұл реакция ішкі молекуляр дегидратлану болады, яғни мына жерде пайда болады, бұл этилен пайда болады һәм су пайда болады. Бесінші реакциямыз бұл поликонденсатлану реакциясы, яғни фенол мен формальдегид өзара полимерленіп, фенол формальдегид смоласын пайда етеді. Бірінші фенол мен формальдегидті жазып аламыз. SH2O екеуі поликонденсатланған уақытта фенолдан екі водород шығып кетеді. Біреуін мына жақтан шығарамыз, екіншісін мына жақтан шығарамыз. Мына жерден фенолдан екі водород шығып кетіп, формальдегидтан бір кислород шығып кетіп, бұл жерден су молекуласы пайда болады. Сөйтіп, мына екеуі өзара байланысады, фенол формальдегид смоласын пайда етеді. Һәм N молекула су пайда болады. Енді алтыншы реакция. Алтыншы реакциямыз бұл Дюма реакциясы. Мына жерден натрий карбонат пайда болады. Мына жерден үзіліп, натрий карбонат пайда болады. Натрий 2SO3 плюс мына водородымыз мына углеродқа байланысып, аз мына жерде қате кетіп қалған, мына SH2 болу керек негізінде. Мына водород барғаннан кейін бұл SH3-ке айланады. Сонда бұл жерде пайда болады SH3, SH2, SH3. Демек, 2 метил бутан пайда болады екен бұл реакцияда. Екінші реакцияның исап мәселенің анализін болдық. Енді ақырғы 43-ші сұрауға да келдік. Бұл 43-ші сұрауда санатта сульфат кислота іздеп шығаруға байланысты болған сұраулар берілген. Міне сол сұрауларға азыр жауап беріп шығуымыз керек. Енді бірінші сұрау. Бірінші сұрауда пириттен сульфит ангидрид алу өнімін асыруға кемінде 2 ұсыныс айтыңдар отыр. Бірінші қараң, сульфат кислота алу үшін пиритті оксидлеп алуымыз керек. Пиритті жандырамыз бірінші реакцияда.
Перитті жандырамыз. Бұнда пайда болады темірдің 2,3 валентлі оксиді, темір 2,3 плюс сульфид ангидрид пайда болады. Міне сол реакцияның өнімін асыруға кемінде 2 ұсыныс айтың деп отыр. Так, бірінші ұсыныс бұл, мына жандыру уақытында хауаның орнына таза кислородтан пайдалану сол бірінші ұсыныс болады. Себебі қараңыз, жандыру уақытында хауаның орнына кислородтан пайдаланатын болсақ, реакция өнімі жоғарылайды. Себебі таза кислородта затылар жақсы жанады. Бұның себебі хауаның құрамында 20% кислород болады, яғни кислородтың модары аз болады. Егер таза кислородта жандыратын болсақ, бұл жерде кислородтың модары жоғары болады. Қанша кислород көп болса, реакция өнімі сонша жоғары болады. Бұл бірінші ұсыныс. Енді екінші ұсыныс, мына перитіміз бұл қатты қалыңдағы зат болады, яғни агрегат жағдайы қатты болады. Жану уақытында қатты затылар майдаланса, реакция жақсы жүреді, яғни реакция өнімі жоғары болады. Бұған мысал етіп қараң, үлкен ағаш бөлегін қараң, қатты үлкен қалың ағаш бөлегін жандырған уақытымызда ол жүдә әстен жанады. Егер ол ағашты майда бөліктерге майдалап жіберіп кейін жағатын болсақ, ол жақсы жанады, яғни тез жанады. Себебі сол ағаштың арасына кислород көбірек кіреді. Қанша кислород көп кірсе арасына, сонша реакция тез һәм реакция өнімі жоғары болады. Яғни екінші ұсыныс бұл, мына перит майдалану керек. Так, енді екінші сұрауда SO2-ден SO3 пайда болу өнімін асыру үшін температураны қалай өзгерту керек деп отыр, һәм қайсы катализаторлардан пайдалану керек. Енді екінші басқышта қараң, екінші басқышта SO2-ден SO3 аламыз, яғни SO2-ні жандырып SO3 пайда етеміз. Енді сол жерде қараң, реакция өнімін асыру үшін температураны қалай өзгерту керек деп отыр. Бұл жерде сілер білуіңіз керек, мына реакцияның экзотермик реакция, яғни плюс Q экзотермик реакция екенін білуіңіз керек, һәм бұл қайтымлы реакция екенін білуіңіз керек. Енді қараң, температураны қалай өзгерту керек деп отыр. Так, егер осы реакцияны 400 градус Цельсияда алып баратын болсақ, реакцияның өнімі 99,2% болады. Ал егер 400 градустан 600 градусқа асыратын болсақ, реакцияның өнімі 73%-ке төмендеп кетеді. Себебі қайтымлы һәм экзотермик реакцияларда температура қанша көтерілген сайын, мына теңсалмақтылығымыз шеп тарапқа жылысып бастайды. Яғни теңсалмақтылық шеп тарапқа жылысты дегені, мына SO3-тен SO2 һәм кислород пайда болады дегені. Яғни SO3 қайтадан тарқалып, мына SO2 менен кислородты пайда ете береді. Міне сол уақытта реакция өнімі төмендейді. Міне енді қараң, бұндай жағдайда не қыламыз? Бұндай жағдайда температураны 400-ден 600-ға емес, наоборот, температура 600-ға шекем көтеріліп тәсіліп, 600-ға шекем көтергеністен кейін бұны әстелікпенен 400-450 градусқа түсіреміз. Міне сол уақытта реакция өнімі жоғары болады. Так, енді осы реакцияда қайсы катализаторлардан пайдалану керек деп отыр. Бұл реакцияны 3 катализатордан пайдалансақ болады. Бұлар темір, екіншісі платина, үшіншісі ванадий оксид. Сол катализаторлардан пайдалансақ болады. Так, енді үшінші сұрауда катализаторға қандай талаплар қойылады деп отыр. Так, енді катализаторға қойылатын талаплар бұлар. Так, бірінші талабымыз бұл катализатор арзан болу керек, арзан. Екіншісі катализатор каталитик донорларға
шыдамлы болу керек, шыдамлы. Һәм ұзақ уақытқа жету керек. Уақытқа жету керек. Міне солар катализаторға қойылатын талаплар. Ең төртінші сұрау. Төртінші сұрауда қайнаушы қатлам дегеніміз не, һәм ол қай жерде пайда болады? Қараң. Қайнаушы қатлам бірінші қай жерде пайда болатынын айтамын. Қайнаушы қатлам пиритті күйдіру пешінде пайда болады. Мына бірінші басқышымызда пиритті жандырып алдық қой. Сол пиритті күйдіру пеші деген болады. Міне сол жерде қайнаушы қатлам пайда болады. Енді ол қайнаушы қатлам пайда болу үшін мына сол күйдіру пешінің жоғарғы бөлімінен пириттің майдаланған ұнтағы сөгіледі төменге, ал төменгі бөлімінен болса хауа пүркеледі. Хауа. Сол хауа менен пириттің майда ұнтақларының арасында қайнаушы қатлам пайда болады. Мына жерде қайнаушы қатлам пайда болады. Қайнаушы қатлам. Демек, қайнаушы қатлам дегеніміз пириттің майдаланған ұнтағы менен хауаның арасында пайда болады, һәм ол күйдіру пешінде пайда болады. Бұл төртінші сұраудың жауабы еді. Енді бесінші сұрау. Не үшін сульфат ангидрид суға емес, сульфат кислотаға жұттырылады деп жатыр. Енді қараң, мына жерде екінші басқышымызда пайда болған сульфат ангидридті сульфат кислотаға айландыруымыз керек. Бұны айландыру үшін қараң, не қыламыз? Бұны айландыру үшін сульфат ангидридтің өзіне су қоссақ болады, бірақ санатта ондай ұсылменен алынбайды сульфат кислота. Себебі қараң, жұттыру мұнарасында алынады сульфат кислота, мынада жұттыру мұнарасы деген болады. Сол жұттыру мұнарасында егер мына сульфат ангидридке су қосатын болсақ, мына жерде пайда болған сульфат кислота бұл сульфат кислотаның майда тамшылары болады. Жүдә майда тамшылары болады. Бұл майда тамшылар мына жұттыру мұнарасының ішінде бұлыт пайда етеді. Яғни сульфат кислоталы бұлыт пайда болады. Бұл бұлыт жүдә қиын конденсатланады. Міне соның үшін сульфат ангидридке су қосып алынбайды. Онда қайтып аламыз. Онда сульфат кислота алу үшін SO3-ке судың орнына 98% сульфат кислотаның ертпесін қосамыз. Сульфат кислотаның ертпесінде де су болады, бірақ бұл су жүдә аз мағдарда болады. Яғни 98% сульфат кислота, қалған 2% су болады. Енді қараң, бұл 2% су мына SO3-тің һәммесін сульфат кислотаға айландыруға жетпейді. SO3-тің бір бөлімі ауысып қалады. Сол ауыспаған SO3-іміз мына пайда болған сульфат кислоталар менен біргелікте екеуі қосылып алиум деген затты пайда етеді. Яғни бірінші алиум пайда етіп аламыз. Енді сол алиумға су қосу арқалы таза халындағы сульфат кислотаны алсақ болады. Міне сол ұсылменен сульфат кислота ісіліп шығарылады санатта. Енді 6-шы сұрауда пиритті концентрленген нитрат кислотада ертіп, сульфат кислота алу реакциясын жазың һәм электрон баланс ұсылында теңестірің деп атыпты. Пиритке концентрленген нитрат кислота қосып, сульфат кислота алу реакциясы деп атыпты. Бұл жерде пайда болады темірдің 3 валентлі нитраты, сульфат кислота, NO2 һәм су пайда болады. Су реакцияны теңдейміз. Бірінші оксидлену дәрежелерін қойып шығамыз. +2, -1, +5, +3, +6, +4. Демек, темір өзгерген +2-ден +3-ке, күкірт
минус 1-ден өзгерген күкірт плюс 6-ға, азот плюс 5-тен өзгерген азот плюс 4-ке. Так, минус 1, минус 14 плюс 1 болады. Ажыратып, так, қоссаңыз мына екеуін 15, 1 алмастырсақ 1, 15 болады. Так, бірінші периодтың алдына қойып аламыз. Мына жерге 1 түседі. Мына жақтағы темірге де 1 қоямыз. Күкірттің алдына мына жерге 2 қоямыз. Азоттың алдына 15 қою керек. Мына жерге 15, 15 азот, 3-ті қоссақ 18 азот, неге 18 қойсақ? Так, мына жақта 4 водород, 18 болу үшін оған 14, яғни мына жерге 7 қойсақ, реакция теңелеседі. Сонымен 43-ші исаптың анализін болдық. Так, егер видео ұнаған, пайдалы болған болса, видеоға лайк басып, каналға ағза болып кетің.